Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін керемет уақыт үнемдейтін тағамның түрімен бөлісетін боламын және қысқа сақтауға болады. Шамалы томат пастасын алып, сумен езіп аламыз. Туралған қызанақтарымызды қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, тағы да біршама су қосамыз. Ендігі кезекте тұз бен қантты қосып, жақсылап араластырамыз да сұйық майымызды бірге құйып жібереміз. Сонымен қатар суда бұққан перловканы, пиязды, сәбізді және туралған қиярдың барлығысын қосып, жақсылап бір араластырып шығамыз. Қиярды мен 50-50 етіп, тұздалған қиярмен араластырдым. Барлық азық-түлікті жақсылап араластырып аламыз және массамыздың жылынып, ақырын ғана қайнай бастағанын күтеміз. Міне біздің массамыз ақырын жылынып, қайнай бастады. Енді қақпағын жауып, 20 минуттай бұқтырамыз. 20 минутымыз өтті. Массамызды тағы бір мәрте араластырып, енді бізге сірке суын қосуымыз қажет. Жақсылап араластырып қоямыз және 10 минуттай бұқтырамыз. Стерилді таза банкілерімізге ыстықта етіп, осы рассольнигімізді салып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ыңғайлы рецепт, тез, оңай жасалады және уақытты өте жақсы үнемдейді. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар, әлі талайда қызықты пайдалы рецепттер болады. Міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Банкілерімізге салып, қақпағын жауып болған соң, бұл банкілерді төмен қаратып, толық суығанын күтеміз. Содан кейін погребке немесе тоңазытқышта сақтасаңыздар да болады. Ас болсын.